Всем привет! Я Наурзбаева Эммануэла, 2025 года, 24 июля в Казахстане, город Актебе, мечеть Нур-Гасыр, общественное место. Ко мне приставал незнакомый мне мужчина непристойными словами, действиями, жестами и намеками. 29 июля состоялся суд. В ходе разбирательства стало нам известно то, что мужчина ранее был судим по уголовному делу за хулиганство и отсидел свой тюремный срок. Также было известно нам то, что в январе было зарегистрировано заявление по той же статье, как у меня. Он приставал к другим людям в мечети. То есть моя история не последняя, не первая, а всего лишь следующая. На данный момент мужчина арестован на 5 суток. После того, как он освободится, будет проводиться экспертиза. Если он и вправду болен, в таком случае его место в больнице. Если же это подделка, ложь, в таком случае это уголовное преступление. За это тюремный срок или крупный штраф. В любом случае, как решит суд Республики Казахстан. Білмеймін қайдан қалғандарын мен өмірімді тіпті үйіме шейін келіп угроза жасап кішкентайымнан да атылатын заттар бар ғой, соны мен тереземе лақтырып атқан еді. Біз сені өлтіреміз, сені біз мауыздаймыз, біздің братты жамандайтындай сен кімсің, я қыз екенсің, сен қыздың, қазір айтамыз сізге, қыздың ең басты парызы бала туып екі аяғының ортасын ашу біз үшін деді. Содан кейін соны кім айтты сізге? Дағда тұрған топ бір ер бала тұрды менің үйімнің алдында. Айқайлап бүкіл районның бәрі естіді, ол тек қана мен емес. Мешіттегі камерадан бірінші қарайық дедім. Не болғанын? Бірақ сотта ол камера болмады. Мен өзіме камераны сұрады. Демек сіз осындай жағдай бола тұра, осындай қысымға ұшырай тұра, мешіттегі камераны тергеуге алмады деп отырсыз? Орамал таққан қыздар жастайына орамал тағып, мысалы үшін ер адамды ұнатып орамал тағып, жаңағы сонымен өмір құрады. Өмір құрған кезде ер адамның айтатын сөзі ЗАГС харам, халал никах. ЗАГСпен неке қимай, тек қана никахпен жасайды да барлығын. Сонда туылған баласының өзі біздің еліміздің алдында құжатсыз бала, әкесіз бала. Түсініп тұрсыз ба? Содан, конечно... Тек қана сөз жүзінде ғана некелеседі, құжат жүзінде еш жерде жоқ. Содан кейін әйел адам аяғы ауыр болғаннан кейін талақ беріп тастап кетеді екен. Сондай жайт бізде өте көп бұлай. Қаншама қыздарымыз я жұмысқа тұра алмайды, я оқуға оқи алмайды, я бір жерде жұмыс жасай алмайды, я баласына қарай алмайды, я өзіне қарай алмайды.